Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жеке бас гигиенасы өз-өзіне күтім жасау. Сабақтың мақсаты жеке бас гигиенасы не екенін біледі, түсінеді және анықтайды. Шаш пен тері гигиенасын зерттеп сипаттайды. Жеке гигиена талаптарын біледі. Жетістік критерийлері: білу, жеке бас гигиенасы не екенін біледі, шаш пен тері гигиенасын анықтай біледі. Түсіну, жеке бас гигиенасы өзін-өзі қалай күту керектігін түсінеді. Қолдану, жеке бас гигиенасының ережелерін түсініп қолданады. Талдау, жеке бас гигиена ережелерін құрып, графикалық элементтерді пайдаланып, салған суреттерін талдайды. Синтездеу, жеке бас гигиена ережелері мен таңдаған құралдарының арасындағы байланысты табу. Бағалау, өзінің және өзгелердің жұмыстарын бағалау. Гигиена дегеніміз бұл грек тілінен хугенус, дені сау, денсаулықты сақтау, аурулардың алдын ала сақтану туралы ғылым. Медицинаның бір саласы. Гигиена сөзі грекше хугенус, яғни ол дені сау деген ұғымды білдіреді. Қоршаған ортаның адам организміне, денсаулығына, оның еңбек ету қабілеті мен өмірінің ұзақтығына тигізетін әсерін зерттейді. Жеке бас гигиенасы дегеніміз ол күнделікті денсаулықты сақтап, оны нығайтуға бағытталған шаралары. Бұл тән күтімі, ауыз қуысын, тісті тазалау, ыңғайлы аяқ киім кию, үй ішінде тазалық сақтау. Тері адам денесінің сыртқы жабыны. Тері ағзада әртүрлі қызмет атқарады. Ішкі мүшелерді сыртқы ортаның механикалық әсерінен, соғылудан, жарақаттанудан қорғайды. Тісті тазалауда да белгілі бір ережені сақтаған жөн. Бірінші, арнайы тіс щеткасымен алдыңғы артқы тұстарын мұқият тазалау. Екінші, тіс щеткасымен тістердің арасымен жоғарыдан төменге, төменнен жоғарыға қарай ысқылау. Үшінші, тістердің ауыз қуысына қараған ішкі беттерін тазалау қажет. Ауыз қуысының құрылысы: алдыңғы жағында ерін мен ұрт, жоғары жағы қатты және жұмсақ таңдай, төменгі жағы тіл мен ауыз түбінен артқы жағы жұтқыншаққа өтеді. Жұтқыншақ ұзындығы 11-13 см, бұлшықетті мүше, онда ас қорыту және тыныс алу жолдары қиылысады. Шаш күтімі: сабынның орнына айран немесе жұмыртқаның сарысын пайдалануға болады. Айранды бастың терісі мен шашқа жақсылап жағып, басты орамалмен байлап, 5-10 минуттан кейін ыстық сумен жуу керек. Кешек және аяқ киім тазалығы. Киім адамның денесіне киюге арналған бұйым, жасанды жамылғы түрлері. Киім адамды қоршаған ортаның, табиғаттың түрлі әсерлерінен қорғайды. Оның тұтыну мәнімен бірге ғұрыптық және белгілі бір мақсат қызмет ететін маңызы бар. Жақсы киінуге ұмтылатын кісіге тазалық қасиеттер тән болуы керек. Тапсырма: оқушылар А2H форматта жеке бас гигиенасының ережелерін құрады, графикалық элементтерді пайдаланып, тұжырымдамалық карталарға суреттерін салып және талқылай отырып өз ойларын сыныппен бөлісіп қорғайды. Оқушылар жеке бас гигиенасы ережелерінің суреттерін сала отырып, таңдаған құралдарымен салыстырады. Өз-өзін күту және қолдану, оны тұжырымдамалық картада қорғайды. Бағалау әдістері: аяқталмаған сөйлем әдісі. Мен бүгін не білдім, маған не қызықты болды, маған не қиын болды. Мен келесі тапсырмаларды орындадым. Мен не екенін түсіндім, мен не енді жасай аламын, мен үйрендім, мен енді не жасай алдым, мен жасап көремін, мен таңқалдым, мен өмірде қолданамын, маған ұнамады. Балалар, енді жұмбақтар шешіп көрейік. Дымқылдап күндесен, қолыңа сүйкесең, кетіп кіріласың, таптаза боласың. Екінші, аузы жоқ, көзі жоқ, тілі жоқ, өзі жоқ, бірақ та тісі бар, басыңмен ісі бар. Жұмылған баланы аймалана алады, сүртеді қолында, сүртеді жонында. Назарларыңызға рахмет.